Сәлем, қымбатты оқырман. Бүгін біз сірне дайындаймыз. Ол үшін бізге ең керегі құйрық май. Құйрық май деп қорқудың қажеті жоқ. Дәмі дым да сезілмейтін болады. Пласт қылып туралған құйрық майды қазанның түбіне осылай әдемілеп жайғастырамыз. Артынан осындай үлкен кусок етіп туралған етті жайғастырамыз. Менде сиырдың еті тұздалған, сондықтан артық дәмдеуіштер қоспаймын. Жуа мен петрушканы дайындап қоямыз. Оның еттің бетіне осылай орналастырамыз. Жуа неғұрлым көп болса, соғұрлым тамақ дәмді әрі сорпалы болады. Маған сәбіз ұнағандықтан оны да қосамын. Артынан осылай тағы да ет қосамыз. Екінші қабат қыдырып піспей қалады деп қорықпаймыз, себебі өзі 2 сағат бойы бұқтырылып, дәп-дәмді, тәп-тәтті, жұп-жұмсақ болып піседі. Ең соңынан артынан осындай жуаны қосамыз. Осы дайындап алған тамағымыздың бетін жауып, ең алдымен 5 минут қатты отта, артынан 1,5-2 сағат өте баяу отта пісіреміз. 1 сағаттай бұқтырылып болғанда осылай әдемілеп картоптарымызды турап бетіне саламыз. 2 сағат бұқтырылып қойған тамақ осындай болады. Ал астарыңыз дәмді болсын, сіздерге ұнайды деген сенімдемін.